1418 күн мен түнге созылған сұрапыл соғыстың адам баласының тарихындағы орны ерекше. Қанды қырғын қазақ даласын да күйретіп кетті. Әрбір 5-ші қазақстандық қолына қару алып шайқасты. 1941 жылдың 5 желтоқсанында Семейдің Жарма ауданына қарайтын Ақбұзау колхозынан Майдан даласына аттанғандардың ең жасы Әзілхан болатын. Жалғандағы жалғызым, сенен басқа кімім бар менің? Бір жылда болса көз алдымда жүрсеңші. Жалғызым ау, жасың әлі жеткен жоқ қой балам. 18-дегі бала жігіт бұла жастықпен кездеспей жатып қоштасып үлгерді. Әкесі Нұршайықпен бауыры Ниғаптың соңын ала соғысқа аттанған сәтін майдангер бүгінде толқып отырып есіне алады. Менен кейін әкемнің інісі, әкемнің аты Нұршайық, әкемнің інісі Ниғат деген кісі әскерге алдында бір үйден үшеуміз аттандық. Ерекше есте қалғаным, шешем ауырып жатыр еді. Біз шана болып пар-паратты шегіп ауылымыздан шыға берген уақытта алғашында ауылдың ішін аралап әр үйге кіріп шығып қоштасып сөйтіп енді мектептің жанынан жолға аудан орталығына қарай шыға берген кезде жаңағы үйде ауырып жатқан шешем алдымыздан шықты. Алдымыздан шыққанда зымырап келе жатқан екі парат, үлкен мықты параттар ғой, екеуі аузымен қыстап тұрған парат зымыратып келе жатқанда ана салдан шыға келді. Сол кезде мен қорықтым, айқынбай шешемді таптап кетеді умыраттар деп. Неге екенін білмеймін, шешем екі қолын жайып жаңағы аттардың алдына тұра алған уақытта аттар екеуі бірдей лоқ етіп тоқтай қалды. Сөйтіп шешемді баспай аман қалды. Шешемнің айтқаны, қалқам, сен соғыстан аман келесің, бірақ әкең келе ме, ағаң келе ме, оны білмеймін. Сен келесің, жолың болсын, қалқам, деді. Мінекей, күні бүгінге шекті көз алдыма осы сурет келетте тұрады. Отан үшін кеудесін оққа тосып өткізген алғы шеттегі 786 күннің майдангер үшін әр секундына дейін қымбат. Өйткені ажалмен бетпе-бет арпалысқан сын сағатында өмір мен өлім тәлкекке түсіп, үмітпен күдік алмасқанда, ол қамшының сабындай қысқа ғана ғұмырдың қаншалықты қымбат екенін ұғынды. Азаған сол сұрапыл жылдары абай жолын жүрегіне басып, басына жастанған жауынгер. Ривал дейтін команда болады. Ол тоқтаңдар, тосары дем аласыңдар деген сөз. Сол жаяу жалпылы жүріп бер жатқан, шашып бер жатқан адамдар жата қалады. Мен отыра қалып, немнен заттап шығымнан абайды суырып алып, абайды оқи бастаушы едім. Жігіттер, ғай жігіттер белгілдерші, мынау Тоғжанның суретін тыңдаңдаршы дейтін едім. Сонда Тоғжанда жазушының суреттеген жері, сонда Тоғжанда жазушының суреттеген жері, екі құлағында шолпысы сылдырлап, екі құлағында сырғасы бар, деп керемет айтатын жері барады ғой. Соны айтқан уақытта жігіттер осы жанданып, рахаттанып кететін. Ой, шіркін-ай, ой, Тоғжан-ай, десетін еді. Сөйтіп бұлар шаршағандарын ұмытып кететін еді. Соғыстан келгеннен кейін мен Абасол Абайдың кітабын жоғалтпай алып беріп, мен университетке түсем, Мұхтар Әуезов университетте сабақ береді екен. Бір сабақта Мұқаңа сол кітапты көрсеттім. Кітапты көрсеткеннен кейін кітап кім қатты тебіренді, Мұқаң марқұм қатты тебіренді. Ой, қарағым Әзілхан, біздің үйден соғысқа ешкім барған жоқ деп жүрсем, мен барғам жоқ. Басқа Мылтығар қалап Майданға барған ешкім жоқ еді. Пеге біздің үйден барған адамдар бар екен ғой. Ол кім? Абай екен ғой. Тоғжан екен ғой деп сөйдеді. Майдан даласында етігінен қан кешіп, толарсақтан саз кешіп, таракотта жамбасынан сыз өтіп, басын бәйгеге тігіп соғысқан қарагөз қандастарымыз аз болған жоқ. Қаралы ел, қазалы жұрттың жігерін жасытпай, сағын сындырмай, арының тапталмауын, ұжданының ұйықтамауын тілеген олар ата жауға өліспей беріспеді. Тек қана
қазақ жастарынан жасақталған 100-ші және 101-ші атқыштар бригадасы сол тұста елдің аузынан түспейтін. Ерлік әнін асқақтата жырлағандардың ішінде Әзілханның жұлдызы жарқырай жанды. Атамыз Жамбыл ақынға деген өлең жаздым. Уа қадірлі атажан, ұлы жолға аттанған, ұлдарыңыз сеніңіз, жаулаяусыз қырамыз, таусылмаса деміміз, деп Жәкеңе ең соңында ант берген едік. Бұл қатқа бригаданың жақсы таңдаулы адамдары менен бастап қол қойдық, ең соңында бригаданың комиссары сақтаған бәйіш қол қойды. Осы қатқа Жәкең жауап жіберді, 100 жасаған жүректен деген. Жәкеңнің өлеңі бізге жазған хатында былай аяқталған еді. Уа қарағым балалар, ер білдімей не дейін, ере өлді майданда, үстем болсын мерейін, жауды жеңіп талқандап, келгеніңді көрейін, қаһарманым күнім деп, беттеріңнен өйін деп. Жамбылдың хатын біз стройда тұрып оқып тыңдадық. Сонда жаңа тыңдап тұрған жігіттердің бәрі жылап егіліп тұрды. Өзінің үйінен, өзінің әкесінен келген хат сияқты болған еді. Мінекей Жәкеңнің хатының әсері керемет күшті болды, бізге күш, қуат, жігер берді. Әзілхан Нұршайықов атағы жер жарған айбынды қолбасшы Бауыржан Момышұлымен сұхбаттасып, қазақ оқырманын Ақиқат пен аңыз кітабымен қауыштырды. Дәл осы еңбек арқылы автор жер әлемге танылды. Батыр Баукең Әзағаңның мерейін өсірді. Жазушы еңбегінің жаңғаны да ол. Осы оқиға қалай болып еді өзі? Ендеше бізде бәрін басынан баяндайық. Сол кездегі Қазақ Совет энциклопедиясының қызметкері Әзілхан Нұршайықовқа Жұлдыз журналына 6 беттік мақала жазу тапсырылады. Тірісінде ноқтаға басы сыймай кеткен батырдың алдына барудың қаншалықты қиын болғанын жазушының өзі өте әсерлі баяндайды. Баукең келген күні Баукеңе бардым. Сосын Баукеңе барып едім, Баукең бұлай қабағын түйіп қарсы алып, немене, ол мақаланы саған мен жазып беруім керек пе? Деп ақырды. Сосын кіру, кім? Деп ойғай салды. Мен шалып тұрып, сол жақ қалай бұрыла бергенде, Бауке дәт дедім. Бұл дәт деген сөз қазақтың бір тамаша сөзі. Екінің бірінің аузына түсе бермейтін, ескі сөз, қадірді сөз. Соны Баукең білгіш адам ғой. Сол сөзге естігенге көңілі жібеді ме, маған дәтің болса айтқын деді. Жағдай айғай салмай, жұмсақ жалдауыспен айтты. Баукең, мен теріс қарап тұрмын ғой, есіңіз қарауға рұқсат етіңіз бұрылуға дедім. Бұрылғын деді. Баукең ылғи айтқан келгін, барғын деп сөйлейтін еді. Бұрылғын дегенге мен жалп бұрылымдағы қойырымдағы жазып әкелген 4 бет қағазымды суырып алып, аяғымды сарт-сарт басып Баукеңнің апарып қолына бердім. Баукең бірінші бетін ақтарып оқып шықты. Екінші бетін оқи бастаған уақытта, әлі салпиға идірейіп тұрған мұрты, орнына түсі темен салпиып. Үшінші бетін оқып болған уақытта, жағы кірпідей шашәлі тікірейіп тұрған шаш, бәрі жымбиды да қалды. Төртінші бетін оқып болғаннан кейін оқысы, это серьезно деді. Бауыржан Момышұлымен 12 сағат сөйлесіп, 23 бет әңгіме жазып алған жас жігіт өзіне тапсырылған 6 беттік мақаланың орнына 160 беттік дүние жазып шығады. Толықтыра келгенде одан 800 беттік роман диалог туады. Төрткүл дүниеге тараған Ақиқат пен аңыздың арқасында қазақтың хас батыры Бауыржандай баһадүрмен кездескенін ардагер бүгін өз өмірінің ең бір биік белесіне балайды. Бұл Әзілханның шыдамдылығы, Баукеңнің мінезіне шыдап, Баукеңнің бойындағы асыл мұраға кілт тауып, соны халыққа жеткізгеніне бұл кісінің шеберлігі, шыдамдылығы, адамгершілігі, парасаттылығы, қазақ халқының бойындағы жақсы қасиеттердің бәрі сол жерден көрініп тұр. Баукеңнің туған інісіндей, рухани бауырындай, бұл ашылмай жатқан бір бұлақтың көзін ашқандай болып сездім мен. Әзілхан Нұршайықов Ақиқат пен аңыз кітабын өзінің соғыстан оралмаған Асқартаудай әкесі мен арқа сүйер ағасының басына орнатқан ескерткішім дейді.
Ұлы Отан соғысының қарапайым қос жауынгері. Сендерге салған топырағым, бастарыңа көтерген күмбезім болсын. Әкем мен бауырыммен құшақтасып, бір қабірде жатқан барлық белгісіз солдаттар. Махаббат қызық мол жылдардың кейіпкерлерінің суретін жақынырақ таныссақ деп тұрмын. Жақынырақ таныссақ, мынау тұрған Жолмартбек, мынау тұрған Беңтай, мынау тұрған Тана, мынау тұрған Заман, мынау тұрған Майра. Әзілхан Нұршайықов дегенде елдің есіне махаббат қызық мол жылдар кітабы түссе керек. Адам бойындағы ең асыл сезім жайында жазылған ұлы туындының авторы осы романға қатысты өз оқырманынан 10 мыңнан аса хат алған адам. Өлімнің арасында жүріп, осы махаббат қызық мол жылдары өмірге деген талпынысты, өмірге деген махаббатты оятып отырған. Соның бір күнінде ауыр жарақаттанып минаға түсіп, қасындағы жолдасым өмірден өтіп, өзім осы кітаптың 18 бетін сақтап қалдым деді. Жағдайым келмегеннен кейін бүгін қыздарға айттым. Қыздарымның бәрі мені жақсы көретін, бәрімен сырлас едім, дос едім қыздармен тегіс. Сол қыздарға айттым, ал қыздар мен оқуды тастап кеткім келеді. Неге? Осылай жағдайым ауыр, тұрмысым нашар. Сондықтан елге барып бір жерге қызмет істесем деген ойдамын дедім. Сонда қыздар баж етеді. Ойбай аға, өзге кетсе де сіз кетпеңіз. Өзге бітірмесе де университетті сіз бітіріңіз. Біз сізге көмектесеміз деді. Қалай көмектесесіңдер? Күн сайын біз үйімізге шақырамыздағы әрқайсымыз бір тойдырып жібереміз сізді. Қазақтың бір тойғаны шалабай ағаны дегені, 30 рет той қойып шыққаннан кейін қайтадан тағы бастаймыз. Сөйтіп барып сіз университетті бітіресіз, біз көмектесеміз сізге дейді. Олар айтқанын орындады. Сөйтіп барып мен университетті бітірдім. Университетті бітіргеннен кейін үлкен қызметтерде болдым. Осы қызметтерде жүргенде ойландым. Егер менің қолымда дипломым болмаса, мен бұл қызметке қарасында көрмес едім. Мені осы қызметке жеткізген кешегі қыздар еді. 30 қыз еді. Солар жартысын жарып, бүтінді бөліп беріп деген сияқты сөйтіп мені асырап шығып еді. Сол қыздарға алғысымды қалай білдірем деп жүріп ойланып келіп, махаббат қызық мол жылдар деген роман жаздым. Ол романның бас кейіпкерлері етіп өзіміздің қыздарды алдым. Кейбіреулердің аттарын өзгерттім. Махаббат қызық мол жылдар романы 1970 жыл басылып шықты. Содан бері өткен 40 жылдың ішінде 10 рет қайтадан шығарылған екен. Сонда әрбір 4 жыл сайын басылып отырған. Кітап халықтың сүйікті шығармасына айналды. Сөйтіп жазушының абыройын аспанға көтерген туынды болды. Сөйтіп барып роман шықты. Роман шыққаннан кейін мен ол романды үлкен атақты дүние болады деп ойлағаным жоқ. Менің бар мақсатым тек қана қыздардың маған деген еңбегін қарызын өтеу еді. Сол тұрғыда жазып шыққан романым атақты болып кетті. Күні бүгінге шекті сол романды оқығандар мені көшеде танымайтын адамды романдасады. Қарағым, сен мені қайдан білесің деймін ғой. Ой ағай, махаббат қызық мол жылдарды оқыдық қой дейді. Махаббат қызық мол жылдар романның кейіпкерлерімен достық қатынасым үзілген жоқ. Ал тек қазір енді сол махаббат қызық мол жылдар кейіпкерлерден қазір 2 қадам қалдық. Оның біреуі Беңтай, Нұрғамила, Кентау қаласында тұрады. Екіншісі Ербол деген. Сол екеуі ғана. Ал өңгөлері Майра да қайтыс болып кетті, Жайкүл да қайтыс болып кетті, Жомартбек те қайтыс болып кетті, бәрі қайтыс болып кетті. Сағынасыз ба? Сағынасыз ба? Сағынасың, ойлайсың. Ескі достардан айырылу деген қиын ғой. Кәртеген сайын досыңа саяды. Досыңа саяды екен. Сені алдыңғы кейінгі жас ұрпақтар танымайды. Сені танитын ұрпақтар кетіп қалғаннан кейін сен ел көшіп айдарада көштің орнында жұртта қалған сияқты болып сезінеді екенсің. Әзілхан Нұршайықов қазақ журналистикасында өзінің мектебін қалыптастыра білген тұлға. Ол әсіресе очерк жанрын жан-жақты дамытқан журналист. Қазіргі журналистиканың бар жағынан өсіп кетті. Техника жағынан, газеттердің мазмұны жағынан, сосын газеттердің мақалаларына өткірлігі өжетті жағынан.
бұрындан әлдеқайда өсті. Бұл жағынан алып қарағанда мен қазіргі оның бұрын жазушылар атақты болатын. Қазір жазушылардың үн-түнсіз қалды. Жазушылардың атағы төмендеп кетті, журналистердің атағы қазір аспандап шығып тұр. Өйткені олар халықпен жиі араласады. Барлық жерлерде болған оқиғаны газетке қолма-қол жазып отырады. Мінекей сондықтан қазіргі журналистердің үрейлі күшейді. Қыз балалар көбейіп кетті. Қыз балалардың барлығын мына қыздар қызық қалып қой. Ең алдымен еркектердің, ұлдардың шалбарын тартып алды. Одан кейін ұлдардың қызметін тартып алды. Қазір мектептерде талай барып жүрмін. Бұрын мектептердің директорлары еркек азаматтар болушы еді. Қазір бәрі қаптаған келіншектер әйелдер. Сол сияқты қазір журналистикада да қаптаған қыздар. Ал ұлдар өте аз. Мәселен, егемен Қазақстанның ішінде шүпілдеп отырған қыздар. Сосын басқа нәрселер де солай. Мен мұны теріс демеймін. Бұл біздің қыздарымыздың білімінің жетілгендігінің, өресінің биіктегендігін көрсетеді. Оның үстіне қыздар деген әйел деген еңбекші халық. Еркектердің көпшілігі бірсыпырасы жалқаулы болады. Ал жалқау болу қазіргі заманға жараспайды. Қазіргі заманға ағып тұрған заманмен ілесе білетін, аяқ табысты бірдей басатын адамдар керек. Ол әйелдер қауымы болып отыр деп ойлаймын. Журналистік қызмет жазушылыққа жеткізетін алтын көпір дейді жазушы. Азағаңның өзі де сол көпірден өткендердің бірі. Жоғарыдағы біз тоқталған туындыларынан бөлек қаламгер және оның достары, өмір өрнектері мен журналистпін кітаптарын тудырған Әзілхан Нұршайықовты халқымыз әдебиетке тың серпін әкелген қабырғалы қаламгер деп танығалы да біраз уақыттың жүзі болды. Қазір мен күнделікті екі күнделік жүргіземін. Бірінші күнделігім тұрмыс күнделігі. Тұрмыс күнделігі дегеніміз кәдімескі күн сайын болған оқиға әлеуметтік маңызы бар. Сосын өзіме байланысты, әдебиетке байланысты оқиғалардың тұрмыс күнделігі. Одан ол күнделіктен қазір менің жазып жүрген 130 қалың дәптер болды. 130. Екінші жазатын күнделігім әдеби күнделік. Әдеби күнделікке өзімнің ойларым, пікірлерім, сосын өзім шығарған мақалдар, мәтелдер, афоризмдер соған тіркеледі. Бұл екінші күнделігімнің бірінші томы 40 баспаға сабаққа жуық болып, басылып шықты, өлке баспасынан шықты 2000 жылы. Ал енді соның екі томы қазір баспаға әзір тұр, компьютерге бастырып қойдым, бірақ оны бастырып шығаруға көмектесетін, қаражат беретін демекші жоқ. Әзағаңның ғұмыр бойы жинағаны кітап болса керек. Соның ішінде ерекше назар аудартатыны қолтаңбасы бар кітаптар. Жазушыда қазір Дінмұхамед Қонаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Бауыржан Момышұлы сияқты қазақ зиялыларының 1500-ден астам қолтаңбасы сақтаулы. Бір мыңына Қарима апаларың көзі тірісінде картотека жасап берген еді. Ал одан кейін кітаптарға картотека жасауға менің жағдайым жетпейді, уақытым жоқ, қолым тимейді деген сияқты мынау үйіліп тұрған кітаптар, осы қолтаңбасы бар кітаптар. Сосын ары жақта бір шкаф толы кітап тұр. Мінекей қазіргі мәрған жиналған қолтаңбаның саны қазір 1500-ден асты. 1500-ден асты. Ал бұны мен сұрап алып жатқан жоқ. Әркімдер өздері сыйлаған. Жалындаған жастығын сым соғы сұрлағанымен Әзағаң өкінбейтіндей ғұмыр кешіп келеді. 25 жасында өзі 9 жыл ғашық болған ару Халима Қалиақпар қызымен жан жарастырып, онымен 54 жыл бақытты өмір сүрді. Қабырғасын қаусатып, ет жүрегін езілтіп кеткен жұбайының қазасынан кейін 5 жыл отырып, мәңгілік махаббат жыры кітабын дүниеге әкелді. Қазіргі дәрежеге жетуіме сол кісінің ерен еңбегінің арқасында мен осы дәрежеме жетіп едім. Сол адамды мен қалай ұмытайын? Сол адам туралы сол 400 жылап отырып жаздым. Менен басқа енді әйелі туралы кітап жазғандар бар. Ол Асанәлі Әшім жазды, тағы басқалар етпеген бұлар, бірақ көп емес өзінің әйелі туралы жазған. Қазақта мақал бар,
жаман еркек әйелін мақтайды деген. Ол енді мақал болса бола берсін, өзім жаман болсам болайын, бірақ әйелімнің жақсылығын жасырмайын деп, ұлтқа үлгі болсын, ұрпаққа өнеге болсын деп, сол кісінің маған деген махаббаты, еркекке, ер азаматқа деген махаббаты, елге деген, көршіге, досқа деген сүйіспеншілігі, сыйластығының барлығын ұлттық қасиетке жататын жақсы қасиеттердің барлығын осы кісінің бойынан тауып едім, сол тапқанымды қағазға түсіруге тырыстым. Праздником, с Днем Победы. Рахмет. Самым любимым. Спасибо. Рахмет. Ой, рахмет. Шығармаларында еңбек пен ерлікті, махаббат пен достықты жырлап келе жатқан жазушының кіндігінен тараған 4 бірдей перзенті бар. Үлкені Жанар тіл маманы, филология ғылымдарының докторы. Жанаты экономист, ал Арнұр мен Жаннұр инженер мамандығын игерді. Ұлтымның ұрпағын жалғастырыңдар деген ата өсиетімен бүгінде шаңырақтағы немере мен шөберенің саны 5-5-тен 10-ға жетіп отыр. 60-70 обучить всех, послать потом, обеспечить, как говорится, поднять на ноги. 60-70 жылдардың жеткіншегіміз. Бәріміздің оқып, азамат ретінде аяғымыздан тік тұруымызға әкем көп еңбек сіңірді. Қазір баршамыздың өз жанұямыз бар. Әкеміз немере шөбере сүйіп отыр. Үйіміздің төрде сол кісінікі. Әке сөзі біз үшін заң. Біреуімізге әке болса, енді біреуімізге ата. Бәрімізде сол кісіге бағынамыз. Чтобы он дольше был с нами. Ол бізбен әлі де болса ұзағырақ бола тұрса екен. Бойындағы толассыз күш-жігері мен өмір сүруге деген құштарлығы мен ол балаларына көмектесіп келеді. Әр таң атқан сайын әкеміздің амандығын тілейміз. Өйткені арқа сүйер асқар тауымызды жоғалтып алғымыз келмейді. Біздің мектепке бір рет келген еді, осы 9 май мейрамының алдында. Мәншүк Маметова жайында әңгіме айтқан бізге. Сонда біз класста 25 шақты баламыз оқушымыз. Сонда әр қайсымызға Мәншүк Маметованың кішкентай фотосуреттерінің копиясын жасап, сонда ксерокс деген ештеңе болған жоқ. Өзі фотоательеге барып, соны көшіртіп, бір құжаттардың фотосуреттерінің әр қайсымызға кішкентай қолдан конверт жасап, соның бәрін салып, үстіне қолжазбасын беріп, мөрін қойып, бәрімізге сыйлап берген. Жазушылар қаламы қолынан түспей өтетін халық. Әзағаң да жеңістің 65 жылдығын қарсы алып отырған өзінің 88-ші көктеміндегі көңілінің күйін ақ қағаз бетіне түсіруден жаңылар емес. Өйткені ол үлкен үмітті желкен қылып, тынымсыз есіп келе жатқан өмір дарияның барлық қалтарыстарын кейінгі ұрпағына жазып кетуге тырысады. Алдыменен ойлайтыным, елім аман болса екен, қазақ халқы аман болса екен, қазақ ұлты аман болса екен. Қазір мінекей үлкен саясат жүріп жатыр, ұлттардың өшіп кетуі мүмкін, жойылып кетуі мүмкін деген үлкен саясат әңгімелер айтылып жатыр ғой. Соның бәрінен қазақ халқы аман есен өтіп, мәңгі сақталып қалса екен деп тілеймін. Ең үлкен арманым осы. Одан басқа тіршілік жағынан арманым жоқ. Бала шағам бар, немерем бар, шөберелерім бар. Сондықтан халқыма адал еңбек еттім, қызметім бар, қызметім болды. Сосын халықтың ықыласы бар менде. Осының бәрі мен үшін үлкен бақыт. Ең үлкен бақыт берін Кәршей Алло Отан соғысында 786 күн зеңбірекпен жауды шайпап жүріп аман есен қалғаным. Екінші үлкен бақытым өзімнің жандарыма 9 жыл ғашық болған қызыма үйленіп, 54 жыл бірге бақытты өмір сүргенім. Үшінші бақытым бала шағаларым, немерелерім үрімі тағып өсіріп, ұлтымның өсуіне үлес қосқаным.
Мінекей осыларды бәрін қорыта келгенде, мен тек қана ұлтым болса екен деп соны ғана тілеймін. Азағаң Абайды Асқар Алатауға теңейді. Ал Әуезов, Мүсірепов, Майлин, Сейфуллиндерді сол Асқаралы Алатаудың биік-биік шыңдары деп санайды. Нағыз ұлылар солар. Ал мен Алатаудың етегіндегі жай ғана көп төмпешіктің бірімін дейді жазушы. Ол өзі өз болғалы бері өзін тек ұлылардың ұнтағымын деп таниды. Бәлкім бұл да ұлылықтан ғана туар ой болса керек.